мен сүйегім әкемнің мінезі қазақ, содан кейін танты ақсүйек, енді ақсүйек жүрегі, содан кейін қанылы, қара қанылы тәжібай, кім тағы, дәулетбай, кім танимын. Мінезі мықты, сүйегі мықты, бірақ білмеймін, сен неме бітпеушілікте жүрсің ма, Амангелді әкешім? Әкеңді де жазған жоқсың, Құдайға да сиынған жоқсың. Білмеймін, жеті метада деп айта бересің. Әкең қайда? Куәлікте. Бет куәлікте әкең қайда? Және қазақ тілін сен дамыттың ба, маған не қыл деп тұрсың өзі? Атыңды дұрыстап қалдыр кеттің ба? Жоқ, мен өзім үшін мен саған түк айтып тұрған жоқпын. Қазақ сен атыңды дұрыс қалдыр кеттің ба? Өзіңді қазақпын деп айтпау керек еді. Мен құдаймын деп. Мен қазақпын, мен тілді дамыттым бірінші, содан кейін қазақ сақ та солай. Сақтарды істеді. Бірінші өз халқын істеген сақтарды, қазақтардан сақтарды істеген. Мен анамның сүйегі. Найман өз немерелері істеп тастады, білмеймін. Адай анамның жүрегі, білмеймін. Тоже немерелері істеп тастады, білмеймін қандай немере. Және кім, білмеймін енді, Қоңырбай, ол Қоңырбай, Зинулда. Сәлкен апам. Бақытгүл анашым, әкешім Амангелді. Енді білмеймін. Құдайға сүйену керек. Енді Құдай дегенді анашымнан естідім сөзді. Білмеймін, солай анашым жүрегімде. Және Құдай сол түсті жіберді анашым туралы, соғыс анашым туралы. Сонда, блядь, соғысты сендер бастайсыңдар, мына ұлы жүздері. Үйде сендер әйелдеріңді соғасыңдар ма, аяқтарын жудырасыңдар ма? Ол неме вообще? Қаздық. Ол қаздық. Қазақ. Қаз ақ. Құдайға тәубе, Құдайға шүкір, Құдайға рахмет. Мыналар шешелер, әкелерін боқтайды, орта жүз. Мен ешкімді боқтамаймын. Құдайға тәубе.